Егер үйде балдарыңыз дәл осылай аяғының ұшымен тұрып жатса, мен сіздерге не істеу керек екенін айтамын. Қараңыздар, басында тұрған кезде аяғының ұшымен тұрды, қараңыздар. Көбінесе өйстіп тартып алады аяғының ұшымен. Тура мына тізе жағынан бастаймыз. Тізе жағынан бастап, мына точкамен бүйтіп келеміз. Жай осылай. Осылай тарта береміз. Дәл осылай. Екінші аяғында. Екі жағынан. Тура осы тізенің көзінің екі жағынан. Екі точкасынан басып, кәдімгі бүйтіп болды. Дәл осылай. Кәдімгі бұлшық еттерін тартамыз. Бұлшық еттерін осы саусақпен кәдімгі ортасын, ортасы бар мұны. Тартып, велосипед ойнатамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Екінші аяғы да дәл солай. Екінші аяғы дәл солай. Қараңыз, жақындатып көргенде міне. Жүргіземіз. И мына осы бұлшық ет бізге көмек береді аяғының ұшымен тұрғанда. Аяқтың ұшымен тұрып жатыр ма, оны сразу алдын алу керек. Ол болмайды негізі. Аяқтың ұшымен тұрып, сөйтіп жүрген бала уже кальций уже жетіспейді деген сөз ол. Сүйек жақсы дамымай жатыр деген сөз. Тура осындай енді екі аяққа да береді. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Енді екінші неміз бұл табанға істейміз енді. Табанның астыны кәдімгі осы неге ұқсап міне. Басына ұшынан басып жатыр ғой. Не дейді анау аяқтың ұшымен билейтіндер не дейді? Валерианалар дей ма? Валерианалар. Тур солар ұқсап тұрып алады ғой. Ол негізі дұрыс емес. Табалдырыққа қазір қалай істеуді мен көрсетемін. Негізі аяғы жақсы не қылған. Негізі осы аяқпен, қараңыз, қолды шұңқырлығын, тура сол шұңқырлығын басамызда, кәдімгі қуырмаш бар ғой. Қуырмаш деп не қылады ғой. Сол қолға емес, негізі аяққа арналған ол деп ойлаймын. Қуырмаш, етегіне жыланбас. Енді қараңыздар массаждың тактикасын. Бас бармаққа айтамыз, бұрынғы апаларымыз айтатын еді ғой. Бас саусаққа айтамыз. Сен бүгін түйе бағасын деп бүйтіп тартып жібереміз. Екіншісіне сен бүгін жылқы бағасын. Хоп, үшіншісіне сен бүгін сиырлерді бағасын. Хоп, сен бүгін қойларды бағасын. Хоп, ал кішкентайымда саусағымызға болса, сен бүгін шопандарымызға тамақ істеп отырасың. Саған тоңазытқышта не бар, соны көрсетемін деп. Қараңыздар, мына жерде ет бар, мына точка не қылатын. Аяқты бүгіп алып, көріп жатсыз ба, қана точканы басқан кезде. Мына жерде ет бар, мына жерде сәбіз бар. Қараңыздар, мына осында ашып жатыр. Мына жерде май бар, мына жерде картоп бар, мына жерде жұмыртқа бар. Енді қараңыздар қалай аяғын ашып. Мына жерде түлкі бар, мына жерде түлкі бар. Кәдімгі дәл осылай тактикамен істеу керек. Қараңыздар, аяғыны кәдімгідей ашып. Дәл осылай екі аяқты осылай істеу керек. Сонда бала ешқандай да мынау несімен табанды несімен тұрмайды, аяғының ұшымен
полный аяғыны басады. Сосын осы тактика көбінесе істесеңіздер, міне 8, 7 тактикасын осылай істесеңіздер, өте балаға пайдалы әрі иммунитетін жақсы көтереді. Оған болса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.